Сәлем достар, Дарико каналына хош келдіңіздер. Бүгін мен сәбізден салат жасайтын боламын. Ол үшін бізге сәбіз, пияз, сарымсақ, қант, тұз, қара бұрыш және қызыл бұрыш керек болады. Дағы арнайы осындай дәмдеуіш керек болады, бірақ бұл міндетті емес, бұның орнына кориандрды қосып жесеңіздер де болады. Өсімдік сұйық майы және уксус. Ең алдымен ыдысқа осындай арнайы теркадан сәбізді жақсылап өткізіп аламыз. Енді оған қант, тұз және уксусты салып, жақсылап қолымызбен мыжғылап араластырып алуымыз керек. Одан соң 30 минутқа демалуға қойып қоямыз. Одан да ұзақ қойсаңыздар да тіпті жақсы болады. Енді сковородкаға майды қойып, үстіне пиязды осылай үлкен бөлікке бөліп салып, қуырып аламын. Кейін пиязды алып тастау керек. Біздің тұрып болған сәбізімізге қызыл және қара бұрышты салып, үстінен теркадан осылай чеснокты өткізіп аламын. Оның үстіне біздің дәмдеуішімізді қосып, ыстық сұйық майымызды үстінен құямын. Енді осыны жақсылап араластырып алуымыз керек. Одан соң холодильникке кем дегенде бірнеше сағатқа қойып қою керек. Міне менің салатым 2 сағат тұрды. Өте оңай, қарапайым рецепт, көп нәрсені талап етпейді. Тез әрі оңай дайындалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте сондай сочный болып шығады. Мен бұл салатты көбіне пигодимен ұсынамын. Керемет болады сол кезде. Мен видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер видеом ұнаса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.